Сәлем достар, бүгін біз сіздермен таңғы шайға күшті кететін, жұмсақ болып шығатын, әрі өте дәмді және тез дайындалатын, бір 10-15 минут қана уақытыңыз кететін вафлиді бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ол үшін бізге экранда көрсетілген ингредиенттер қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды қантпен бірге жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Мен бұл жерде 2 порциямен жасадым. Сіздердің отбасыларыңызда аз адам болатын болса, осы көрсетілген ингредиенттердің жартысынан 1 порция жасасаңыздар болады. Осылай біркелкі масса болғанға дейін араластырсақ жеткілікті. Ерітілген сары майымызды құямыз, тағы бір рет араластырып жібереміз. Мен домашний сметана пайдаландым. Сіздер дүкеннің сметанасын пайдалансаңыздар, немесе домашний йогурт пайдалансаңыздар да болады. Тағы бір рет араластырып, дәм беру үшін бал қостым, 2 ас қасық. Сіздер балды қосуыңыз міндетті емес. Енді ұнымызға разрыхлителімізді араластырып, електен өткізіп, ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Ванилин болса, ванилин қоссаңыздар да жақсы болады. Енді біркелкі масса болғанға дейін араластырып, массамыз қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, орташа осындай масса болу керек. Вафельницамыз қызып тұрған болу керек. Қызып тұрған вафельницамызға 1,5 ас қасықтан тестамызды салып, бір тегіс етіп жаямыз. Және 5 минуттай тұрғаннан кейін бір рет ашып көреміз. Ол негізі вафельницаның вольтына байланысты. Менде бұл жерде 1000 вольттық вафельница тез пісіреді. Ал сіздерде одан көп немесе одан аз болса, вафлилеріміздің пісу уақыты соған байланысты. Енді арт жағына аударып, бір тегіс қылып тағы пісіріп алсақ болады. Сонда вафлилеріміз бірде қып-қызыл болып шығады. Мінекей, осындай әдемі болып шығады. Осылайша барлық вафлиді пісіріп аламыз. Пісірдік, күшті болып шықты, жұмсақ. Бұны балмұздақпен, қаймақпен, шоколадпен, немесе нутелламен, фруктылармен түрлі әсемдеп, осындай аппетитный етіп жесеңіздер, таңғы асқа настроениеңіз да көтеріледі және тойымды да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.